Жаңа заманда біз бірлік пен келісім құндылықтарын қоғамның іргетасына айналдырдық. Ұрпақтар сабақтастығын сақтай отырып, болашақ буынға осы мұрамызды жеткізу біздің басты парызымыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің ішкі саясатының арқасында кез келген этностың мәдени мұрасының маңызды бөлігі ретінде ұлттық қолданбалы шығармашылық өнері қайта жандана бастады. Во-первых, өз түп тамырыңды ұмыту оңай, ал оны қайта жандандыру қиын. Сондықтан да біз мұрамызды көздің қарашығындай сақтап, келешек ұрпаққа жеткізуіміз керек. Егер халық өзінің өткенін есіне алмаса, оның болашағы жоқ деп ойлаймын. Біздің мақсатымыз жастарды тәрбиелеуге өз үлесімізді қосу. Олардың отанға және отбасына деген сүйіспеншілігін, үлкендерге деген құрметін, қиыншылықтар кезіндегі шыдамдылығы мен қонақжайлылығы мен жанашырлығын ояту болды. Тәуелсіздік алған жылдары біз жас өспірімдерді дәстүрлі халық қол өнеріне, жүн үйіру, тоқу, киіз басу, ши тоқу, кестелеудің әр түрлі түріне үйрете бастадық. 2007 жылы Айша Бибі идеясы ең жоғарғы деңгейде қолдау тапты. Қыздар үшін текемет, сырма, қалаша тоқуды өз қолдарымен жасау тек шығармашылық әлеміне саяхат қана емес, сонымен қатар өз ұлтының бастауына оралу болып табылады. Ең есімде қалғаны елбасының Өскеменге сапары сәтінде Семей шеберлерінің үздік туындыларымен таныстырған болатынмын. Сол кезде ою өрнекке қаншалықты мұқият қарағаны маған ерекше әсер қалдырды. Әрине, Қазақстанда барлық жағдай жасалған. Кез келген сала, мейлі ол бизнес, мәдениет немесе халықтық қолөнер болсын, бір нәрсеге қол жеткізгісі келетін жанға ешқандай кедергі жоқ.